Баршаңызға сәлем достар, әдеттегідей сіздермен түс жоруға арналған видеоканал. Бүгінгі видеомыз түсіңізде бит көрсеңіз деп аталады. Жалпы түсіңізде бит көрсеңіз, ұйқыңыз қашып, ұйықтай алмай қалатын жағдайлар болып жатады. Енді осы жайлы түс жорушы ғалымдар қандай жорулар айтқандығына зер салайық. Келесі видеомыз осы тақырыпта әйел адамдарға байланысты. Видеоны жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Ибн Сириннің түс жоруы бойынша, егер сізді түсіңізде бит шағып алса, саудаңыздан мол ақша табатындығыңызды білдіреді деген. Түсіңізде қаптаған көп бит көрсеңіз, сізге жамандық ойлаған дұшпандарыңыздың көп екендігін білдіреді. Ал бір ғана бит көрсеңіз, сізге кесірі тиетін бір дұшпанның бар екендігін білдіреді. Егер түсіңізде битті өлтіріп қанының аққанын көрсеңіз, сізді мазалап жүрген жаман ойлардан арылатындығыңызды білдіреді. Түсіңізде мысықтың үстінен бит көрсеңіз, сіздің мінезіңіздің әлсіз екендігін білдіреді. Имам Наблусидің айтуынша, егер сізді бит шағып алса, басыңызға қиыншылық келетіндігін білдіреді деген. Егер түсіңізде көп бит көрсеңіз, бір адамнан арам ақша алғандығыңыздың белгісі болуы мүмкін. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де біздің видеомыз ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар және де подписаться бөлігін басып қоңырауды басуды ұмытпаңыз.